Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кремін дайындап аламыз. Кремімізге 250 грамм сүт және 1 жұмыртқа, 30 грамм ұн салып араластырамыз. Жай отта қоюланғанша араластырамыз. Енді бисквитімізді дайындап аламыз. Бисквитімізге 3 жұмыртқа, одан кейін шекерімізді салып миксерлейміз. Сүтімізді құямыз және де сары майымызды құйып араластырамыз. ұн, какао разрыхителімізді сетадан өткізіп саламыз. Миксерлеп болғаннан кейін 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Коржымыз дайын болды. Дайын коржымызды екіге бөлеміз. Одан кейін кремімізді дайындаймыз. Сары май мен сгущенкамызды миксерлеп аламыз. Аз-аздан бірінші жасаған қайнатпалы кремімізді аз-аздан қосып отырамыз. Осындай крем дайын болады. Тортымызға жағамыз. Үш-төрт сағат холодильникке салып қоямыз. Одан кейін бетіне мен шоколадтарды сүтпен еріттім. Ореховый шоколадтарды осылай бетіне жағып қоямыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын, өте керемет шығады. Дайындап көріңіздер.